Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз сіздермен программалау тақырыбымен танысатын боламыз. Оқу мақсаты қайталауды қолданатын алгоритмдерді құрастыру. Сабақ мақсаты циклдік алгоритмдерді құрастыруды үйренеміз. Балалар, суретке қарайықшы. Суретте не көріп тұрмыз? Бұл суретке ортақ тақырып қандай? Дұрыс айтасыңдар балалар, робот. Яғни робот біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Автоматтандырылған машина. Енді осы роботты біз басқару үшін не қолданамыз? Әрине программа қолданамыз. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бірінші суретке қарайық. Ол жақта жыл мезгілдері бейнеленген. Бірінші мезгіл қыс, көктем, жаз және күз. Ал екінші суретке қарайықшы. Таңертең тұрады, жуынады, тамақтанады, сабаққа барады. Бұның бәріне ортақ сөз қандай? Қайталау. Біз яғни күнделікті өмірде бір нәрсені қайталаймыз. Яғни балалар, цикл дегеніміз белгілі бір құбылыс немесе іс-әрекеттердің тұрақты қайталануы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, үшінші суретке назар аударайықшы. Ол жерде 3 алгоритм берілген. Алгоритм дегеніміз қадамдар тізбегі. Ал егер бір қадамды бірнеше рет қайталау керек болса, онда циклдік алгоритм пайда болады. Яғни циклдік алгоритм қадамдардың белгілі бір бөлігін қайта-қайта орындау алгоритмі. Бірінші суретте біз баланың ағаш егуін көріп тұрмыз. Яғни ол сызықтық алгоритм. Ол жерде бәрі нақты жоспар бойынша орындалу қажет. Балалар, екінші суретке назар аударайықшы, не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, бала және жол. Оған таңдау берілген. Яғни бұл тармақталған алгоритм. Біздің бүгінгі өтіп жатқан тақырып циклдік алгоритм. Ал енді өзіміздің циклдік алгоритмге қарайық. Не көріп тұрмыз? Яғни балалар ойнайтын айналмалы әткеншек. Бұл айналып тұрады, яғни цикл. Сендер айналмалы әткеншекке отырып көрдіңдер ме? Онда сендер циклдің не екенін білесіңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, тақтаға назар аударайық. Тақтада біз не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жыл мезгілдері, қайталау және адамның өмірі. Бұның бәрі неге жатады? Циклға жатады. Ал енді осы цикл бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, барлық сұрақтың жауабына дұрыс жауап бердіңдер. Ал енді бір сергіп алайық. Шап, шап, шапалақ, шапалақтайық. Тез шапалақта. Баяу шапалақта. Шапалақ ұрайық. Ит сияқты құйрықпен бұлаңдатайық. Бұлаң-бұлаң құйрықты бұлаңдатайық. Шапанымыз басылып бір сергіп қалдық. Ал енді практикалық тапсырмаға қарайық. Бұл жақта көмір тасудың сөзбен сипатталған циклдік алгоритмін құрайтын боламыз. Ал енді көмірді төкпес бұрын біз бірінші не істейміз? Бірінші алгоритм шелекке көмірді саламыз. Екінші, көмірді салғаннан кейін шелекті көтереміз. Үшінші, көмірді төгеміз. Төртінші, аулаға кіргіземіз. Сонымен біздің алгоритм қанша тармақтан тұрады? 4 тармақтан тұрады. Дұрыс құрадыңдар балалар. Ал енді екінші тапсырмаға қарайық. Көмір тасу циклдік алгоритмнің денесі неше рет қайталанады? Ал екі шелекпен тасташ. Біз бірінші көмірдің массасын анықтаймыз.
Балалар, жарайсыңдар. Енді біз кері байланыс жасаймыз. Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы. Мен білетін едім, мен бүгін білдім, білгім келетіні деген бос орындарды толтырамыз. Үй жұмысы циклдік алгоритм тақырыбын оқу, цикл бойынша қайталанатын заттарды, құбылыстарды жазу және себебін түсіндіру. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.